қаржы пирамидасы деп айтса, онда айтуға болады. Ал енді ол дәрежеге жеткізбей тұрып, өздерінің сөздерін өздеріне қайшы қылып жатыр да. Міне, енді жалпы біздің мақсатымыз не? Алдыға қойған жоспарымыз қандай? Біз өзіміздің мемлекетімізде, өзіміздің жерімізде, Қазақстанымызда тұрып, өз дәстүрімізбен өмір сүре алмасақ, өз дәстүрімізбен бір-бірімізге жәрдем бере алмасақ, онда несіне біз қазақпыз деп айтамыз? Мен басқа мемлекетте жүріп, Ресейде, басқа шет мемлекетте жүріп, мен осы дүниені жасасақ, біз қазақпыз деп. Олар бәлкім түсінбеуі мүмкін. Асар деген не нәрсе ол? Ал бұл біздің қанымызға сіңген, ата-бабамыздан келе жатқан дәстүріміз. Біз басқа асаршыларды, жаңағыдай әртүрлі қазір жобалар бар, асармен айналысып жатқан, Біз олардың істеп жатқан нәрселеріне кірмейміз, бірақ біз негізі өзіміздің алдыға қойған мақсатымыз бар. Бұл ұлт тәрбиесімен айналысатын үлкен мектеп деп те мен айтып жүрмін тікелей эфирде, Өйткені біз қазір дәстүрімізді алып кететін болсақ ол дүниеге, біздің келешек ұрпағымыз не болады? Қазіргі уақытта жастарымыз шетел асып кетіп жатыр. Өздеріңіз куәсіздер, Кореядан маған қаншама видеолар жіберді. Қазақтың жап-жас өрімдей ұл қыздары. Біз қайтпаймыз Қазақстанға, біз осы Кореяда қаламыз деп жатыр. Жүрегің жылай ма? Бұл сонда Қазақстан пенсионерлердің мемлекеті болып қалады ма? Жастардың барлық кет. Бұл жерді кім қорғайды? Бұл елде кім өмір сүреді ертең? Неге біз осы мына қаржылық сауаттылықты, неге біз осы заң сауаттылығын әрқайсымыз үйренбейміз, неге білмейміз? Өз қаржымызды өзіміз басқара алмаймыз. Қазір шетелге кетіп жатқандар да сол кредиттарын жаба алмай, ипотекаларын жаба алмай, ата-анасына көмектесейін деп кетіп жатқан балалар. Бұл асарды, ең үлкен асарды әлемде жасаған бұл Корея ұлты. Оңтүстік Корея ұлты, соның өрімдей жастары. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Корея халқының экономикасы өте төмен болды. Сол кезде Кореяның зиялы қауымы жоғары жақтағыларға үндеу тастады. Халықтан сұрақ алайық, сұрақ жауап алайық. Мына тығырықтан қалай шығамыз деді. Сол кезде қойған сұрақтары: тауық жақсы ма, Корея ұлты жақсы ма деген сұрақ қана қойды да. Сонда әрине Корея халқы жақсы деп айтты да. Корея халқы жақсы болса, тауықтан ертерек тұрыңдар деді. Тауық сендерден бұрын тұрып жатыр деді. Еңбектену керек деген мәселе бұл, айтып жатқандар. Қазір қараңыздар, Корея ұлты таң атпай күн шыққаннан поледа жүреді. Жұмыстарын жасайды. Бұл олардың қанында сіңіп қалған нәрсе болды. Сол кезде Кореяның басшысы өзі екінші дүниежүзілік соғыстан жеңіліп жатқан Германия мемлекетіне барып, сол жерден қарыз алды. Бірақ Германия мемлекетінің экономикасы соғыстың алдында өте керемет болған. Өйткені қаншама мемлекетпен соғысты олар. Олардың қаншама шахталары болды, қаншама завод, қаншама фабрикалары болды. Сол жерде жұмыс жасайтын адамдардың барлығы соғысқа кетіп, күйреді, жұмыс қолы жетіспеді. Сол кезде Корея басшысы сол жерден кредит алып, қарыз алып, мемлекетті көтеру үшін еліне келген кезде 40 мың өрімдей жастар, 16 жас пен 20 жас аралығындағы жастар, біз барып осы кредитті қайтарамыз деді Германияға. Германияға барып, шахталарда жұмыс жасады, 2 километр жердің астында. Қаншама заводтарда, қанша фабрикаларда, мына мәйіттерді жуатын мәйітханаларда жұмыс жасады. Өйткені соғыстан кейін қаншама адамдар қайтыс болды ол жерде. Міне, жап-жас қыздар мектепті жаңа бітірген. Міне, сол жаңа мәйітханаларда өліктерді жуды. Қалай қиналды, қандай азап шекті. Бірақ Корея халқының басшысы Германияға келіп, осындай бір үлкен стадионда конференция жасаған кезде екі көзінен жас тоқтамады. Жастарын көргенде, ұлтын көргенде, қолдарының бәрі жарылған, бет ауыздарының бәрі жара, қап-қара, киімдерінің бәрі жыртылған. Сол кезде халық айтты: жылама деді. Барда елге барда елді көтер деді. Біз аяғына дейін тұрып береміз деді, осы ақшаны біткенінше. Қарызды біз қайтарамыз. Қарыз туралы ойламаңдар деді. Міне қандай асар, қандай деңгейге көтерді. Қазір сол мемлекетке біздің жастарымыз барып қайтқылары келмей жатыр қазір. Бізге Корея ұнайды деп жатыр. Міне әлемде болған ең үлкен асар. Бұл біздің қанымыздағы дүние бұл.
Бұл біздің дәстүріміз, бұл біздің салтымыз. Біз телевизордан көреміз Кореяның киноларын. Қандай сыпайы, қандай тәрбиелі адамдар деп айтамыз. А біз қандаймыз? Біз олардың алдында ұлт етіп негізінде. А қазір соларға барып жұмыс жасап жатырмыз. Олар ауыр жұмыс жасамайды. Өйткені оларға ол керек емес. Оны жасайтын, өз дәстүрін білмейтін, қаржылық сауаттылығы төмен, экономикасы құлдырап жатқан мемлекеттің азаматтары жеткілікті оларға. 1 миллион теңгені беру оларға түк емес. Англияда, Европада, поляларда қарға қуып жүрген қазақтың балалары. Мына жерде керемет ақша төлейді екен, таңғы 5-те келемін да поляда қарғаларды қуамын дейді. Өкінішті ма? Жіберіп алып жатырмыз ба балаларымызды? Оқу орындарын ашып, жылына қаншама дипломмен, қызыл дипломмен балаларымыз бітіріп жатыр жоғарғы оқу орындарын. Ал солар жұмысқа кіріп жатыр ма? Жұмыс орны бар ма? Солар барлығы жаңағындай не барып базарда ташки теріп жүр, немесе көшеде жалданып жұмыс жасап жүр, немесе таксовать етіп жүр, немесе шетелге кетіп жатыр. Міне, біз қайда кетіп баратырмыз? Міне, асардың негізгі мақсаты ұлтты біріктіріп халықты, мына жоғалып жатқан ауызбірлікті қайтадан алып келу. Ауызбірлігіміз кетіп баратыр біздің. Бөлінгенді бөрі жейді дейді. Бізді бөлшектеп бөліп жатыр. Ертең біз бөлініп кететін болсақ, бізді түк емес жаулап ала салу. Біз өзімізді құртып жібереміз. Өйткені қараңыздар, ана мен бала арасында іріткі салынып жатыр қазір. Балаларымен араласпайтын аналар қаншама. Аналарына үйіне келіп қалын сұрамайтын өкпелеп жүрген жастар қаншама. Бауырлар, туған бауырлар ақша үшін бірін-бірі көрмей кеткен заман болды қазір. Ақша деген не нәрсе ол? Ол дүние бір. Ол ортаға түсетін дүние емес. Екі адамның ара жігін ашатын нәрсе емес. Міне, біздің шырылдап айтып атқанымыз осы. Құрметті халайық, құрметті халқым. Біз көтерілгенге дейін, біз есімізді жинағанға дейін бізге әлі талай шабуылдар болады. Әр түрлі жақтан көре алмаушылар да бар. Біздің ауыз бірлігіміздің біріккенін қаламайтында бір топтар бар бәлкім. Ел есін жинап, еңсесін көтеріп, қарыздан құтылып, байлықта өмір сүрген бәлкім біреуге керек емес шығар. Біз өз мемлекетімізде тұрып қазір өзіміз пәтер жалдап кеттік. Өз мемлекетінде квартирант болып жүрген қай жерде көрдіңіздер, қандай ұлт, қандай халық бар. Баспанасы жоқ, 10 сотық жері жоқ азаматтар қаншама елімізде. Мен не жерімді қорғаймын дейді, 10 сотық жерім жоқ менің дейді. Бұл жерді қайтып қорғаймын мен, не үшін қорғаймын дейтін сондай адамдар пайда болып жатыр қазір. Міне, осындай мәселенің барлығын біз алдын алуымыз керекпіз. Өзіміз алдын алуымыз керекпіз. Мына жоғарғы буын, қазіргі отырған үлкендер, біз айтып жастардың бойына сіңіруіміз керекпіз осы мәселені. Түсіндіруіміз керекпіз. Біз қазақ деген халықпыз, айналайын балам. Біздің осындай асар деген дәстүріміз бар. Бұл асар деген ең жақын адамдардың бір-біріне ешқандай міндетсіз, қарызсыз қол үшін беруі. Жалпы түсініктемесі осындай. Бұл, оның барлығын білесіздер. Жақын адамдардың арасында, туысқандардың арасында, көрші-көлеңнің арасында ол жүре береді. Ал бірақ үлкен мемлекеттік масштабта оны жүргізу үшін математика керек, алгоритм керек. Ертең әртүрлі адамдар болады. Біз ортаға бүткіл ақшаны жинап алып, кімге береміз, кімнің жағдайы нашар, енді өлшек таразыға салып деп отырамыз ба? Ертең біреуге ақшаны берсең, біреу шығады. Мына жерде жемқорлық жүріп жатыр, ақшаны жымқырып жатыр, немесе өзінің туысқандарына бөліп жатыр деген сияқты әртүрлі нәрселер болады. Ол керісінше біз халықтың басын біріктірмейміз, керісінше халықты бір-бірімен соғыстырамыз. Сол үшін математика керек, сол үшін алгоритм керек. Әркім қазір бізде, әркім өзінің орнын біледі. Қай кезде ақша алатынын біледі, қай сан келген кезде. Және өның ақшасы кімге бергеніне дейін біледі. Міне, математиканың ақтығы осы, керектігі осы. Міне, сондықтан мына бізге жабылып атқан жала 700 мыңнан астам, 700 миллионнан артық ақшаны
алып, жаңағындай басшылар қылдай бөліп алып, Шымкент халқы жаңағындай жер сипап қалыпты, түксіз қалыпты, алдап кетіпті деген сөздердің барлығы ол бізге жабылып атқан жала, бізге жағылып атқан күйе. Ол ақшаның барлығын қайда кеткенін өздеріңіз білесіздер. Барлығыңыз білесіздер. Бізге келген адам, олар жай ғана бір келіп қана қоймайды. Ол оның барлығын біліп отырады. Бізде түсіндіріп атқан адамдар бар. Қаншама адам жұмыс жасап жатыр. Өздеріңіз келген туыстарыңызға бізде жаңағындай WhatsApp группалар бар ғой, Telegram чаттарда. Мысалы, бір адам сұрақ қойса жаңадан келген адамға, қаншама адамдар жауап береді ана кісіге. Жекесіне шығып жауап береді, түсіндіреді. Айналайын қарағым, мынау мынандай нәрсе. Бізде қазір мына бойымыздан шығып бара жатқан құндылықтарымыздың дәлелін айтайын сіздерге. Адамдардың түрі қазақ, сөзі қазақ болғанмен, іші казино болып кеткен. Мынау не ойын деп жүреді. Мынау қандай ойын? Мына жерге ақша салатын ойын ба? Мынау ақша салатын ойын ба? Қашан аламын деген сияқты сұрақтарды қояды да. Әбден халықты тоздырған қарапайым халықты келіп, осындай мына қаржылық сауаттылығы төмен болып тұрған кезде, осындай қиын заманға тап болған кезде, неше түрлі алаяқтар келіп, әртүрлі жобаларын ұсынып, халықтың ақшасын тазалап, қарызға батып, қиналып атқан халықты одан сайын батырып атыр да. Міне, намысы жоқ, өзіміздің қазақтың да азаматтары бар жасап атқан. Жоқ емес, ол әрбір ұлтта болады. Ондай адамдар болады. Бірақ біз ұлтжанды болайық, халқымызды сүйейік, бір-бірімізді жақсы көрейік. Менің мына жұма күні болатын сабағымда айтам, сенбі, жексенбі, ұрсысқан, ренжіскен, туған туысқандармен татуласу күні. Шақырыңыздар, жүректеріңізді босатыңыздар. Бұл асар, бұл біздің ортамыз тек қана мына сауаттылықты ашу мектебі ғана емес. Бұл емхана, мына жүректе жүрген көре алмаушылық, жүректе жүрген қызғаншақтық, тәкаппарлық, менменсу деген аурулар болады. Ешқандай медициналық аппарат көрсетпейтін. Соны осы жерде жүріп емдеуге болады. Өзіңіздің халқыңызды сүюге шақырамыз. Өзіңіздің туған туысқандарыңызбен ара қатынастарыңызды жалғауға шақырамыз. Сізді ренжіткен шығар. Ол келіп бәлкім кешірім сұрау керек шығар. Бірақ сіз барып сұраңыз. Сіз көрсетіңіз өзіңіздің білімділігіңізді, ақылдылығыңызды. Ештеңкеңіз кетпейді. Түкте емес ол мына дүниенің жанында. Біз қамшының сабындай қысқа ғана өмірді сүріп жатырмыз. Ертең кетеміз. Не үшін ренжісуіміз керекпіз бір-бірімізбен? Не үшін біз бір-бірімізді жек көруіміз керекпіз, көре алмауымыз керекпіз? Міне, біздің асардың мақсаты осы. Әрқайсымыз келдік, әрқайсымыз өз еркімізбен келдік. Енді қараңыздар, заңды айтайын. Біз қаншалықты заңды жұмыс жасап жатырмыз. Асар баспана кооперативі бұл Қазақстанның азаматтық кодекстің 108 бабында көрсетілген заңмен тіркелген. Ол жерде не деп айтады? Азаматтардың өз еріктерімен бір-біріне жәрдем беріп, мына материалдық жағдайларын шешу үшін құрылған коммерциялық емес ұйым деп көрсетілген. Жаңағы агентствоның айтып атқандары ақшаны жинап алып, ешқандай кәсіппен айналыспай, ақшаны өз араларында бөліп алған дейді. Енді ол асар емей немене? Өз арамызда бөліп, кезегі келген адамдарға бөліп беріп атсақ, заң соны көрсетіп атса, неге бір заңға бір заң қайшы болып тұр онда? Мына жақтағылар айтады, жоқ ол заң дұрыс емес дейді. Мына жақтағылар онда заңды, алдымен заңмен айналсайық онда. Мына заңды жөндейік онда, немесе алып тастайық. Неге бізге рұқсат береді, қолымызға кәдімгідей уставымызды береді, мемлекеттік органға тіркейді, барлық нәрселерімізді жасап береді. Енді сонымен жүрсек, мына жақта біреулер жазалайды бізді. Бізге келіп күйе жағады. Сонда біз қай заңмен өмір сүруіміз керекпіз? Біз жабайы жасап атқан жоқпыз ғой. Біз заңға тіркеліп, өз мемлекетімізде, өз дәстүрімізді заңдастыра алмай жүрген адамдармыз былайша айтқан кезде. Соны түсінбей жатқан қауым. Енді Алла нәсіп етсе барлығы жақсы болады. Біз оң шешімін тосамыз. Бірақ бізге жабылған жалаға біздің беріп атқан жауабымыз осы. Жауабымыз осы. Міне, біздің Шымкент асаршылары жиналып отыр мына жерде. Бұл кісілерден басқа сыртта жүрген, бәлкім келе алмай қалған адамдар бар шығар. Бірақ біздің асарға кірмеген адамдар
олар сыртта жүр әлі. Ал кірген адамдардың ішінде желініп кеткен бір адам жоқ. Бір жазылған арыз жоқ. Керісінше біздің адамдарды, асаршыларды шақырып алып, кабинеттеріне 3-4 сағаттан ұстап, арыз жазыңдар деп мәжбүрлеу, ол халыққа, халықтың болашағына жасалынған қастандық деп білемін мен. Неге біз бір-бірімізге арыз жазуымыз керекпіз? Тексер, ізде, таба алмадың ба, енді неге басқа адамдардан жаңағындай шағыстырып арамызға ірткі салады? Міне бізді қинайтын нәрсе осы. Өз жерімізде тұрып, өз елімізде, өз қанымызбен қазақ деген, осы өз дәстүрімізбен өмір сүре алмасақ, өз қазағымыздың басын біріктіріп, рухын оятпасақ, қазақ екендерін осы дәстүр арқылы түсіндірмесек, осы жұмыспен айналыспасақ, мына ұлттың тәрбиесімен айналыспасақ, кім айналысады онымен? Біз жаңа Қазақстанды қалай құрамыз, егерде осы жерде жүрген қазақтарымыз өзінің үйінде тұра алмай жатса, қарызға батып қиналып жатса, ол қандай жаңа Қазақстан болады? Сондықтан біз президентіміздің негізгі жолдауы, қазақта асар деген керемет салт дәстүр бар дейді да. Оны біз алдағы жылы қолға алып үлкен деңгейге көтереміз деген жолдауы бар. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның.